Ассалаумағалейкум баршаларыңызға. Сіздерге уәде еткендей, жексенбі күні сіздерге Tilda платформасында қалай тез сайт жасау керектігі туралы нақты инструкция беремін деген болатын. Енді соған кірейік. Ең бірінші Tildaның өзіне кірейік. Tilda деп жазатын болсаңыздар, міне Tilda жазатын болсаңыздар, Tilda платформасына кіресіздер. Бұл платформаның ең бір ерекшелігі, бұған аса қатты көп білімнің қажеті жоқ. Самое главное, өздеріңіздің бір креативтеріңіз болса, бір идеяларыңыз болса, сол идеяларыңызды сайтқа енгізуге өте жеңіл. Сайтқа White арқылы, батырмасы арқылы регистрация жасайсыздар, тіркелесіздер, ол жағы оңай. Ол жағын түсіндіріп кетпей қояйын. Ең алдымен сайтты қалай жасау керектігі туралы нетейік. Мына жерде слайдта окнулар болатын да. Неше түрлі 5 сайт, егер сізде платный болатын болса, онда сіз 5 сайтқа дейін жасай аласыз. Мен мұнда негізі сайт жасаған өзіме. Енді сіздерге қалай жаңадан сайт жасау керек туралы сіздерге түсіндіретін боламын. Біріншіден, создать новую страницу деген кнопканы басасыздар. Создать новую страницу. Мына жерден домендеріңізді қосуларыңызға болады, егер сіздерде домен болатын болса. Так, кішкене интернет слабый жұмыс жасап жатыр, ол жағынан айып етпейсіздер. Так, енді мына жерде неше түрлі сіздерге варианттар береді. 0-дан бастап өздеріңіз істесеңіздер де болады сайтты. Мына жерде магазин, анкета ұйымдастырсаңыздар да болады, блог жүргізсеңіздер де болады. Сіз не жасағыларыңыз келеді, барлық мүмкіндіктерді сіздерге береді. Енді мына жерде мен кез келген бір шаблон таңдап алайын. Мысалға, английский курсқа байланысты лендинг. Бір беттік страница. Қарапайым сайт жасайық. Примерно сайт бізде, мына сайт, шаблондағы сайт. Примерно осылай көрінеді. Осындай түрлері бар екен. Енді осыны бастаймыз, көреміз. Так. Так. Енді сайтты қалай жасайсыздар, өздеріңіздің бизнестеріңізге байланысты, мүмкіншіліктеріңізге байланысты, креативтеріңізге байланысты көресіздер ғой сайтты қалай жасау керектігін. Мен ең бастысы сіздерге Tilda платформасында қалай тез сайт жасау керектігі туралы, оның артықшылықтарын, мүмкіндіктерін сіздерге шамам келгенше түсіндіріп өтетін боламын. Давайте бастайық онда. Мына жерде мен өзіме примерно сөздерді жазып қойған болатын. Соларды мен сайтқа енгізетін боламын, өзім дайындап қойған офферларымды, идеяларымды енгізетін боламын. Негізі сайт жасамас бұрын ең алдымен сайттың қағаз жүзінде схемасын өздеріңізге енгізіп алған дұрыс болады. Мысалы, сізде бір идея бар, жай ғана Word-та қалай скопировать етіп тексті қоясыздар, дәл солай мұнда өздеріңіздің офферларыңызды, текстеріңізді қойсаңыздар болады. Мысалға менде примерно осылай болады. Енді мен бұл жерге, мысалға, попробовать бесплатно деген жерге, мысалға мен бір эффект қосқым келеді. Әдемі эффект. Чтобы жай ғана ақ болып тұрмау үшін бір эффект қосқым келеді. И ол эффектті қосу үшін мына жерде анимация деген бар. Қателеспесем, анимация. Так, эффект кнопки. Мысалға, флеш. И мында сохранить. Так. Кнопканың міне түсін өзгертейін қазір. Ақ түс что-то эффекті көрсетпей тұр. Так.
қазір мен мына жердегі кнопканың эффектісін өткем. Егер сіздер кнопкаға бір эффект қоятын болсаңыздар, ол сіздердегі конверсияны көтеруге өте жақсы мүмкіншілік береді. Мен кнопканың түсін қызыл түсті қылайын. Кнопканың түсі қызыл болды. Көрдіңіз ба? Мында қалай болып өзгерді? Мындай эффект, ақ эффект. Бұл адамдардың өзіне назарын аударуға мүмкіндік. Аударуға жақсы болады. Конверсияны 0,1% болса да көтереді бұнда. Так, жерде фильтрлер, так. Мына жерде мен ақ түсті қылайын. Кнопканың түсін. Так, жерден ақ қылып жүрмін мен. Так. Мына жерде мысалға анимация, мынаны ақ қылып жүрмін. Мына жерде менде көк болды да. Ақшылдау көп болды. Енді кнопканың текстің кнопкасының түсін өзгертемін. Мына жерде мен ақ түсті қыламын. Көрдіңіз ба? Кнопканың түсін мен ақ түсті қылып өзгерттім. Мына жерде мен бір өзімнің офферімді ойлап таптым. Келесі өздеріңіздің мен сіздерге осында видеоның астында чек-лист қалдыратын боламын. Қалай сайттың дизайнын құрастыруға болады, сайтты құрастырғанда неден бастау керек. Сол туралы сіздерге чек-лист қалдыратын боламын. Сол чек-лист бойынша сіздер сайт құрастырсаңыздар болады. Енді келесі, мына жерде біз өзіміздің артықшылықтарымызды мында жазып отырмыз. Мысалға ағылшын тілін қалай нетеміз, қалай үйренеміз, сол туралы артықшылықтар жазатын боламыз. Енді мына жерде бізде егер мынау попробовать бесплатно деген кнопканы басқанда бізге басқан адамдар қалай заявка қалдырады. Сол туралы енді келесі сіздерге түсіндіріп кетейін. Ол үшін бізге мына жерде бізге формат кнопка, обложка қажет жоқ. Формат кнопка деген бар. Формат кнопка. Осы формат кнопкаға кіресіздер. Формат кнопканың ішінде жерде мысалға кез келген бір өздеріңізге ұнаған форматты, чтобы сіздің клиенттеріңіз өз данныйларын қалдыру үшін. Мысалға, маған осы формат ұнап тұр. Осы форматты келтіреміз енді. Бұл форматты қоямыз. Енді бұл форматқа арнаған өзімнің не бар? Өзімнің мәтінім бар. Сол мәтінді қоятын боламын қазір. Ctrl-S и мында сол мәтінді қоямын қазір. Так, қойдым. Енді жерде кішкене қосып өңдеп жібереміз. Мынау маған қажет жоқ. Түсініңіздер ме? Оп-оңай. Ешқандай қиындық жоқ, прям слайд жасаған сияқты жасай саласыздар. Енді мына жерде сіздерде сұрақ туындауы мүмкін. Енді алардың бәрін қалай өзгертемін деген. Your email дейді, your name дейді. Мына жерде сіз email емес, мына жерде сіз мысалға сізге email қажет жоқ, сізге клиенттердің телефон номері ғана керек. Енді оны жасау үшін не істеу керек? Мына жерде көрдіңіз ба? Так, сіз түсінбей қалған шығарсыз, түсінемін. Content деген батырманы басасыз. Осы email, call to action'дарды өзгерту үшін. Так, мысалға. Жерге кез келген
Оставить заявку. Оставить заявку, мында мысалға өзіңіздің алғысыңызды нетуіңізге болады, мысалға кез келген спасибо данную успешного отправления дейді, жарайды. Мысалға дәл осылай. Енді мына жерде келесі формат. Так. Поле. Мына жерде сіз email емес, мына жерде сіз мысалға телефон номерін қалдыртқыңыз келеді да, мысалға. Мына жерде телефон номерді басасыз. Ваш номер дейсіңіз, мысалы мына жерде өзгертесіз. Ваш номер. Келесі батырма, мысалға. И мына жерде ең бастысы, мысалға ерекшелігі мында сіз маска қоюыңызға болады. Өйткені кейбір адамдар болады ғой, теріс номер қойып жіберуі мүмкін. Сондайлардың алдын алу үшін сіз мынандай маска қоясыз. Егер мысалға ол мында 999-дың орнына 900, жай ғана 990 деп қана қойылатын болса, оның заявкасы қабылданбайды. Тілді айтады. Сіз дұрыс номер қалдырыңыз деп, оның заявкасын қабылдамай қояды. Одан кейін клиенттер уже шын телефон номерін жазуға мәжбүр болады. Сондай өтірік номерлардың алдын алу үшін, мысалы, дәл осындай маска қолдануыңызға болады. Мына жерге біз сохранить басамыз. Так, енді бағанағы бізде сұрақ болды, отправить. Мысалға, отправить бесплатно, попробовать бесплатно. Басқанда клиенттер енді өзінің заявкасын қалдыратындай болу керек, мысалға, мында блок. Мына жерде кез келген бір блокты таңдайсыз. Ол кезде біз таңдайтын блок, ол мынау заявканы қабылдайтын осы блок. Сохранитьті басамыз. Енді қараңыз. Мына кнопканы басқанда бірден заявка қалдыратын кнопкаға бірден келеді. Көрдіңіз бе? Ерекшелігі. Енді кез келген бизнесті, ол клиенттерді бір іс-әрекетке итермелейтін триггер, ол уақыт. Клиенттерді уақытпен қосу ол өте тиімді. Егер ол мысалы клиентке өте актуальны болатын болса, ағылшын тілін мысалға оқу. Егер сіз оған белгілі бір дедлайн, уақыт орнататын болсаңыз, ол сізден сатып алуы біршама ойлануға деген сатып алу біршама конверсияны біршама көтереді. Себебі ол түсінеді, егер осындай мысалға 7 күн аралығында алмаса, скидка болмай қалады деген сияқты. Сол себепті дедлайндар пайдалану өте тиімді болып келеді. Енді дедлайндарды қалай пайдаланамыз? Ол үшін де бізге тілді көмекке келеді. Енді мына жерде мына жерде логотиптің қажеті жоқ. Мына жерде күндерге өзгерістер енгізгім келеді мысалға. Мен логотипті алып тастайын, логотиптің қажеті жоқ. И маған мына жерде мысалға сурет ұнамайды мысалға. Мен суретті қалай өзгертсем болады? Суретті прямо загрузка жоқ ете салуыңызға болады, немесе тильданың ішінде де әдемі суреттер бар негізі. Так, мына жердің ішіне, тильданың өзінің ішіне мен бір суретті таңдап алайын. Қараңыздар. Мысалға, маған сурет более-менее ұнап тұр. Сурет таңдайсыздар, выбирать кнопкасын басасыз. И мына жерде мысалы 2025 емес, так, 2020, так, 01 месяц, день, 00. Так, время, уақыт, часовой пояс бойынша бізде 6-да, 6, сағамда день, час,
минут, секунд, секунд. Так, бастық. Мына жерде бізде өзгереді. Мысалы, кішкене тұрыңыздар. Қателіктер кетіп жатыр мұнда. Қалды. Так. Окончание таймера. Жерде бір шама қателіктер кетіп жатыр. Өшіріп тұрады мынаны. И келесін. Так. Мынаны таңдап алған болдым, иә? Осыны таңдап алған болдым. Как раз бізде ағылшын тілінде кішкене day, house, hour дегендерді қолданса негізі жақсы болады. Солай қалдырайық. Кнопка қажет жоқ. Біз бағана қандай сурет таңдап алдық? Сол суретті таңдап алайық. Так. Сол сурет қайда? Еще. Так. Мне. Осы сурет таңдап алған болдым, да? Выбирать. Так. Мына жерде часовой пояс өзгертесіздер. Мысалға 20. Мына жерде бірінші айда мысалға 20-сына дейін. Так, еще мен мына жерде өзімнің офферім бар мына жерде. Так. Мына жерде. Поле подробная информация. Получение. Скидок. Так. Мысалға мен мына жерге тастағым келеді. И мына жерде до окончания данного предложения осталось деп оларды уақытпен қысатын болады. Нақтырақ айтқанда клиенттерді уақытпен қысам. И сохранить. Дәл 36 күн қалды. Мына жерде кішкене күнде болып көрініп тұр маған. Себепті мен бұны кішкене кішірейтемін. Мысалы 42 қалам. Вот. Более. Тағы бір күнде болып тұрған. 42 емес 40 деп көруге. 40. Вот 40 деп алдық мен. Міне. Дедлайн мен денеттік мына жерде. Мына жерге мысалы далее деп қойсаңыз. Или подробная информация. Так, мына жерде learn more подробная информация. И бұл жерде тоже блокпен оларды қайда направить етеміз? Так. Ең соңғы мұны блокқа направить ететін боламыз. Сохранить. Мен тексеріп көреміз. Мысалға подробная информация. Көрдіңіз бе? Бірден барды. Әр жерде жарайды бұлар қала берсін. Бізге бұлар қызық емес. Енді мына жерде тағы қандай Тильданың қандай артықшылықтары бар мына жерде. Так, Тильданың артықшылығы мына жерде кез келген видео қосуыңызға болады. Мысалға, что говорят студенты? Я мысалға мен
видео қосқым келеді. Отзывты видео отзыв қылғым келеді. Мына жерде мен отзывы емес, видео форматын таңдаймын. Видео форматының ішінде өзіме сәйкес келетін, видео форматының ішінде өзіме сәйкес келетін видеоны іздеймін. Іздеп табуға тырысамын қазір. Так, мынау формат маған қажет жоқ. Бұл маған қажет жоқ. Так, қазір қайта таңдап кетіп қалған ғой. Осы видео бұйырып тұр деймін. Так. Так. Осы видео жүйріп тұр негізі. Так. Кез келген бір формат таңдайық мына жерде. Мына формат маған келмейді, мына формат келмейді, мына формат келмейді. Так, бұл жерде келмейді, мысалға. Так, маған келмейді. Видео. Көрдіңіздер ғой, видео отзывпен де жасауға болады. Қазір мен сіздерге нақтырақ түсіндіріп айтып кетемін қазір. Уайымдамаңыздар. Видео. Видеом қайдасың сен менің? Так, обложкаға кіреміз. Обложканың ішінде де әдемі видеолар бар негізі. Так. Видео отзывпен жасап көрейік. Так, анда ол келмейді. Видео отзывпен мысалы, мына жерге жасауға болады. Мына видео отзывпен жасауға отыр. Мына жақсы вариант екен. Ол да нормально екен, по идее. Кез келген алайын мысалы. Сіз ең бір жақсы бұны тек қана өзіңіздің товарыңыздың описаниясы ретінде де қолдансаңыз болады негізі. Видео. Мына жерде поп-ап. Көрейік қалай болатын. Көрдіңіз бе? Так, мысалы видеоның мысалы любой бір не тұр. Ссылка тұр. Ссылканы осы жерге өзіңіздің видеоларыңыздың ссылкасын қоясыздар. ютубтағы. Одан кейін болды. Сохранить басасыздар. Поп-ап ретінде шығып келеді мына жерде. Қазір оны опубликовать еткенде қазір сіздерге барлығы түсінікті болатын болады. Опубликовать ете көрейік. Қалай болатын. Мына жерде мысалға демек жарайды, thank you пер дей салайықшы. Thank you page дейік. Так. Біздің сайтымыз не тайып қалдық. Осылай тез сайт жасау салуыңызға болады. Ең бір жақсысы мында қараңыздар. Бұл сайттың платформаның ең жақсысы, сіздер бұны кез келген формат бойынша адаптировать етуіңізге болады. Мысалға қараңыз. Соткаға қарай адаптировать етсеңіз болады. Мысалға компьютерға көрсеткіңіз келмейді, мысалға соткаға көрсеткіңіз келеді. Міне осылай. Осы страница, мысалға осы страница тек қана компьютерға ғана көрсетіледі, соткаларға ғана көрсетіледі, ал компьютерларға көрсетілмейді. Немесе сайтты полностью компьютерға көрсетілмейтіндей қылып жасасаңыз да болады. Мысалға дедлайндарды қойдық, преимуществоларымызды қойдық. Мына жерде еще
біз мына батырманы должен етіппіз ғой. Бұл батырманды қазір дұрыстайық қазір. Да, кнопканы дұрыстаймыз қазір. Кнопканы қазір. Кнопканы қазір біз осында направить ететін боламыз. Направить еттік. Сохранить. Болды. Аппликовать етейік. Аппликовать еттік. Енді пересмотр жасап көрейік. Көрейік енді қалай не болып жатқанын. Сайтымыз қалай жасалып жатқандығын көрейік. Сайтымыз міне. Түсінді адам. Керек екендігін түсінді. Оферім сол кісілерге өтті. Не, заявка қалдырды. Радик. Ой, біз мына жерде қателік жіберіппіз ғой мұнда. Так, мына жерде мысалы деді мен мысалы қалдырмадым, өтірік жасадым. Мысалы мына жерде көрдіңіз бе? Ол үшін өзіңнің дұрыс номерін қалдыруың керексің. Сол кезде барып қане ол қалдыратын болады номерін. Так. Мына кнопканы қазір біз жасаймыз. Мына кнопканы ұмытып кеттік біз. Мына кнопканы да ұмытып кеттік біз. И мына кнопка барып тұр. Бұл барып тұрған жоқ екен. Қазір бұл кнопканы да жасаймыз қазір дұрыстап. Так. Қателіктеріміз бар екен. Қателіктерімізді түзейік. Одан кейін ары қарай сіздерге клиенттердің қалдырған номерларын қай жаққа барады, оны email-ға немесе Tildaның өзіне CRM система бар. Кірген клиенттердің номерларын қалдырған, заявкаларын қалдырған клиенттердің номерлары Tildaның өзінің платформаның ішінде де сақталады. Соны қалай жасауға болады? Сол туралы қазір информациялар сіздерге айтатын боламын. Так, мына жерде бізде қателік кетіпті. Контентке кіреміз. Көрдіңіздер ме? Қандай қарапайым. Көп күріштің де қажеті жоқ бұл жерде. Мына жерде мысалы біз қателік жіберіппіз. Осы жерде түзейік. Сохранить етейік. Келесі қателігіміз мына жерде қателік кетті. Осыны да түзейік. Көп уақытта кетіп жатқан жоқ. Самый главный өздеріңіздің идеяларыңызды табыңыздар и оны кіргізіңіздер. Болды. Басқа ешқандай көп қиындықтың қажеті де жоқ. Көп күштің қажеті де жоқ. Сайтты кодпен жасаудың да қажеті жоқ. Тем более бұл платформа қазір СНГ бойынша өте сұранысқа ие. Өте тиімді. Так. Аппликовать еттік. Қазір біз бұны қарайтын боламыз. Енді келесі бізге енді так, настройкаға кіреміз. Енді біз өзіміздің данныйларымыз, клиенттеріміздің қалған данныйлары бір жерге бару керек қой. Так, анализ емес, SEO емес. Анализ болған, сөйтіп айтпасам. Анализ емес екен. Форма. Міне, форма. Форманың ішінде мысалы email, өзіңіздің email-іңізді енгізуіңізге болады мына жерге. Мына жерге email-ді басасыз да. Өзіңіздің email-іңізді енгізесіз. Одан кейін сіздің email-іңізге SMS келетін болады. Сол SMS-ті сіз бұл сіздің email-іңіз екенін подтверждать етесіз.
болды. Одан кейін сізге уже заявкалар келе беретін болады. Келесі CRM система орнатуыңызға болады. Бұл жерде мысалға сразу бірден клиенттердің қалдырған заявкалары осы тильданың өзінде CRM-на келіп тұрады. Мына жерде мысалға создать новую название мысалға так. Английский. Так. Опыт. Бұл жерден новый лист создавать етесіздер. Одан кейін бірден өзіңіздің сайттарыңызға направить етесіздер. Болды, сонымен сіздердің сайттарыңыз жасайды. Сайттарыңызда жерде домендарыңыз болса, домендарыңызды қостыруыңызға болады. Дәл осылай міне, мысалға сізге CRM системалы клиенттеріңіз заявка қалдыратын болса, мына жерде оның есімі, телефон номері, қашан ол заявка қалдырды, email номерін қалдырды ма, соның барлығы сіздерге көрініп тұратын болады. Одан кейін сайтқа кіресіздер. Мына жерде сайттың IP адресі тұр. Осы IP адресті таргет болатын болса, таргетпен жүре бересіздер. Болды, ешқандай қиыншылығы жоқ. Бәрі оңай, 20 минутта осылай бірден сайт жасай аласыздар. Егер осы видео сіздерге ұнайтын болса, ары қарай тильда арқылы бұдан да күрделі сайттар қалай жасау керек туралы, поп-ап, клиентті өздерінің назар аударып қалу үшін қандай лайфхактар, қандай әдістер қолдануға болады, сол туралы информациялар алғыларыңыз келсе, көп лайк басып, төменге комментарий қалдырыңыздар. Одан кейін мен сіздерге видео обзор жасайтын боламын сол туралы.